Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздерге түскі асқа екі тамақ түрін көрсетемін. Біріншісіне сорпа чечевичный, екіншісіне картошка мен пюре, подливне бауыр мен сливочный соус жасадым. Қасында салатымен. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Барлығын бірден көрсететін боламын. Сұйық майдың үстіне пиязды салып қуырып, үстіне томатты салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне картошканы салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Одан кейін оның үстіне болгарскийді салдым. Жақсылап қуырылғаннан кейін қайнап тұрған суды үстіне құямын. Сорпамыз қайнағаннан кейін үстіне чечевицаны жуып тазалап салдым. Картошканы жуып тазалап қайнатуға қойып қойдым. Бір жағына бізде чечевица дайын болып қалды. Араластырып, тұзын салып, оның үстіне мен 300 грамдай бауыр қосып жібердім. Ендігі кезекте сәбізді теркадан өткізіп, пиязды турап алып, сұйық майға жақсылап қуырып алдым. Дәл осылай жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне сливкиді құйдым, 20%-тік көз мөлшерінде құйдым. Оның үстіне азырақ су құйып жібердім. Кішкене қайнағаннан кейін оның үстіне бір пиалай бауырды қостым. Бауырды бұл жерде жалпақ және жіңішке етіп турадым. Бауыр тез пісетін болғандықтан соңында салдым. Үстіне тұз, қалауларыңыз бойынша приправаны салсаңыздар болады, және бауырға кориандр салсаңыздар дәмі деген зор болады. Осылай бетін жауып, бір 10 минут пісіріп аламыз. Баяу отта. Одан кейін салатымызға капустаны майдалап турап, сәбізді теркадан өткізіп, чеснокты теркадан өткізіп, сұйық май қосып, приправаларды қосып, жақсылап араластырып алдым. Негізі бұл капустаның рецебі менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Осылай арасында бір араластырып қою керек. Картошка дайын болғаннан кейін үстіне сары май, сүт, тұз, қара бұрыш барлығын қосып, жақсылап езіп аламыз. Алдымен вилкамен, соңынан блендермен жақсылап езіп алдым. Дәл осылай қоймалжың қою болу керек. Осымен біздің тамағымыз дайын. Тез дайындалады, дәмді болады. Тамақтың иісі де күшті шығып тұр. Балаларым шыдай алмай, көремін, жеймін деп асығып тұр. Тамақтарды құйып, жанына салатын салып, балаларыңызға, отбасы мүшелеріне бере берсеңіздер болады. Тамақ өте дәмді болады. Көрінісінің өзі әдемі, дәмді, пайдалы тамақ.
Достар, сіздерге видео пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Және де өз достарыңызбен бөлісіңіздер. Балаларыңыз тамақты соңына дейін тауыстып жеп қояды, тіпті салатына дейін. Менің балаларыма тамақ ұнады, өте күшті деп жеп алды. Сіздер де балаларыңызға істеп беріп, қуантсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.